Ағайындар, бұл жорға айысы өте дәм береді. Жорға жарыс басталды. Бәйге 4-3 нөмірде Ақтау Мағаш. Құрметті ағайындар, алдарыңызда жорғалар келе жатыр. Бірінші айналым міне. Алға шыққан тұлпарды анықтайтын боламыз. Он 17-ші номер бұл жорғамыз бастап келе жатыр. Испанка. Испанка десе испанка сәттік дейді, иә? Испанка үй көрген шығарсыздар. Барға қарасаңыздар, Мұны желік келеді ғой екінші. Мынау да желік келеді. Үштік болса, одан кейін 4-ші номердегі Мынау жорға міне 16-ші номер. Міне жорғалар, е? Қанқораға ескерту. Қанқора шауып кетіп жатыр, ескерту. Құрметті ағайындар. Құрметті ағайындар, төрешілеріміз айтып жатыр. Желіп кеткен, шауып кеткен тұлпарларға ескерту береміз. Егер ол ескерту көбейіп бара жатса, жарыстан біз алып тастаймыз. Бәйге түрлерінің ішіндегі күрделісі де төрешілік жағынан келген кезде қиындауы да болса жорға Абай Құнанбайұлы әнге қосқан, өлеңге қосқан осы жорға Қазақстан Республикасының территориясында шығыс өңірінде өте қатты дамыған. Бұрында енді Шығыс Қазақстан облысы деп айтатын, қазіргі таңда шығыстың өзі екі облысына бөлінді, өздерінде белгілі Абай және Шығыс. Енді қызығы сол жорғашылар Абай және Шығыс өзара жарысып жүр. Десе де оңтүстік Қазақстан облысы Алматыда көптерлігі алаяқтегілер бар. Жорға дайындайтын, бағына келтіретін. Енді тізімге келетін болсақ, бұл тізімде жұлдызды сәйгүліктер өте көп. Оның ішіндегі Салдырен бар. Былтырғы жылда халықаралық Мұқаев бәйгесінің чемпионы Нива автокөлігін ұтқан болады. Осының ішінде Абай облысындағы Яра Син бар. Өткендегі Елорда кубогында Елорда көрсеткен. Мырза Торы бар. Алматы облысындағы алғашқы жорғадан республикалық іріктеу турнирінің жеңімпазы бар тағы. Енді бізге белгілі нақты фавориттер осылар. Ардақты ағайын, сіздерге тағы да бір ақпарат айта кетейік. Биылғы жылы жорға жарысы көшпенділер бағдарламасында белгіленген. Сол бағдарламаның ішінде осы жорғаның фавориттері әрине Қазақстан Республикасы болып саналады. Осыған дейінгі ең ірі халықаралық жарыстарда жорғаны алдына жан салмай келген қырғыздарға биылғы қазақ бапкерлері дайындығы ерекше. Алда әлі 3 айналым бар. 3 айналым бар. Міне 7-ші нөмірлі Ақжауыл қазір топтың басында. Оны өкшелеп келе жатқан 8-ші нөмірдегі Орда, Абай облысы.
Үшеуі желік береді. Хантора есімді 10 Біреуі нөмірдегі желік. сәйгүлікте екінші ескерту Үшеуі жорғалап береді, біреуі желік береді деген сияқты. Жолаушылар Мынау не жорғалап береді міне. құлақтарыңыз түрулі болсын. Төрешілерге 10 нөмір ереже бойынша егер де шабыс қадамы 15 метрден асып кететін болса жарыстан шеттетіледі, не болмаса 5-тен артық. Жорға жүрісін 4-тен артық бұзған болса, яғни 4-тен артық бұзу деп, келе жатқан жорғасын аяғын ауыстырып жиілігенді айтады, не болмаса шапқанды айтады. Екінші нөмірлі Салгүрен міне, екінші топтың басында келе жатыр. Арша торы бар, оның қасында. Жорғалардың бәрі ағылшын болып кеткен ғой деймін. Ағылшынның аттары сияқты бәрі. Оларда да жорға бар екен ғой ағылшындарда. Қазақи ат көріп тұрған жоқ жүрді бұнда. Herhalde ama екі айналым бар, 2,5 айналым дейікші. 2,5 айналым бар, жорғашылардың төртеуі топтан 500 метр шамасында қазір алдыға шыққанын көріп отырмыз. Төрешілер қазір алдыңғы топқа қарай ептеп қалысуда. Хайлюкс Тойотамен жорғашыларға жете алмай келеді. Бұл не деген басқа? Жорғашылардың Хайлюкспен жете алмай келеді деп Alma gel. Жапонның темірдің барына жеткізбеген біздің құлғаларымыздың жылдамдыға өз үлестірместік. Алда әлі 2 айналым бар. Оныншы нөмір үшінші ескертуін алды дейді. Хантора. Шығыс Қазақстан облысының Ханторысына 3-ші ескерту берілді. 4-ші ескерту берілсе, жарыстан шеттетіледі ағайын. Жорғашыларға бір дем беріп, бір кішкене желеу беріп, жылу беріп, қошаметтен Жорғалап береді. Айналда 2 айналым бар. 2 айналым бар. 2 айналым бар. 17, 16, 8. 17-ші нөмірдегі 16-шы және 8-ші. 17-ші нөмірде топты бастаған Испанка, Абай облысы. 16-ші нөмірдегі Быкус, Абай облысы. Және де міне алдыға шығып алып, үшеуі қол ұстасып келе жатыр. 10-ші нөмірдегі Хантора. Хантора қазір 4-ші болып келе жатыр, 3 ескертуі бар. Алдыңғы аттарда қуалап келе жатқан қазіргі таңда 1-ші нөмірлі Фойн, Павлодар облысы. Қайда қиқу Павлодар облысы. 10-ші нөмірлі Хантора жарыстан шеттетілді деп саналады. Төрешілер шешімі осылай шықты. Яғни 4 рет ережені бұзды. Жорғаның жүрісін бұзды. Міне 3-ші топтың алдында әлі де болса Салгүрен, алғашқы топтың қуып жетіп үлгереді ме екен? Бұл сұрақ бәрімізге қызық. Соңғы айналым ба? 2 айналым ба? 2 айналым ба? Соңғы айналымға кетті ба? Осыдан кейін соңғы айналымға кетеді. Соңғы айналымға кетеді.